Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін 2-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 28-ші сабағын өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз Л мен Р. Балалар, біз бұл сабақта Л, Р әріптерінің жазылу емлесін білетін боламыз. Дерек көздерден мәлімет табуды үйренетін боламыз. Олай болса, 40-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мәнерлеп оқы. Әкем маған ата тегімнің аты жөнін үйретуші еді. Кімнің баласысың? Деп сұрайтын ол. Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылайша 7 атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң менің 7 ата жөніндегі біліміме риза болатын. Маған жылы лебіздерін білдіретін. Бұл мәтіннің авторы Бауыржан Момышұлы екен. Ендеше мәтіннің астындағы сұрақтарға, тапсырмаларға назар аударайық. Мәтін не туралы? Мәтін Бауыржан Момышұлының балалық шағы туралы, яғни оның әкесі Бауыржан Момышұлыға өзінің 7 атасын үйреткендігі жайында жаңағы айтылады екен. Енді Бауыржанның әкесі қандай адам болған? Бауыржанның әкесінің аты балалар Момыш екен, біздің мәтінімізде айтып тұр. Бауыржан Момышұлы деп. Оның әкесі Бауыржанға бала кезінен өзінің ата-бабасын, 7 атасын жаттатқызған екен. Біздің қазақта 7 атасын білмеген жетесіз деген өте бір мағыналы сөз бар. Әр қайсымыз да 7 атамызды білуіміз керек балалар. Ол үшін біз өзіміздің әке анамыздан немесе ата әжемізден өзіміздің 7 атамызды біліп алып, оны дәптерге жазып алуымыз керек. Оны ұмытпайтындай болып, әрқашан есімізде сақтап жүруіміз керек балалар. Енді Бауыржан Момышұлының өмірбаяны туралы дерек көздерден біліп ал. Балалар, Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында дүниеге келген. Қазақтың әйгілі әскери қолбасшысы, ұлы отан соғысында даңқы шыққан стратег және тактик, жазушы, кеңес одағының батыры болған екен. Бауыржан Момышұлының лақап аты Шаң тимес. Бауыржан Момышұлыға еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен оған халық қаһарманы деген атақ берілген екен. Сонымен қатар Бауыржан Момышұлы майданда күнделік жазып, ұрыс алаңында көрген білгенін, басынан өткен жайттарды қағазға түсіретін болған екен. Ол кез келген жағдайда, қарда да, жаңбырда да, тіпті қоршауда қалған кезде де өзінің жазбасын жүргізген екен. Осылайша ол 38 жауынгерлік жазба кітапша жазған екен. Мінекей, Бауыржан Момышұлы біздің батырымыз. Ол туралы тереңірек білгілерің келсе, дерек көздерден іздеп қараңдар балалар. Келесі сұрақ, мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Ендеше мәтінге қарайық. Мәтінде риза, лебіздерін деген сөздер қарамен жазылған екен. Яғни, бұл сөздердің айтылуы мен жазылуының айырмашылығын білу үшін балалар, біз төмендегі ережеге назар аударуымыз керек. Ережеде сөз басындағы Л, Р әріптерінің алдынан және естілгенмен олар жазылмайды. Мысалы, лақ, лағыл, рет, рас. Мінекей балалар, осы сөздерді біз айтқан кезде, яғни Л-дан келетін сөздерді айтқан кезде, олардың, ол әріптердің, ол дыбыстардың алдында немесе деген әріптер бізге естіледі. Бірақ та жазған кезде ол әріптер жазылмайды екен. Демек, бұл мәтіндегі қара сөздер риза мен лебіздерін дедік қой. Осы сөздерде де дәл сондай. Сөздің басында келіп тұр, Р дыбысы да, Л дыбысы да бұл сөздерде сөздің ең бірінші әріпі болып саналып тұр. Бұндай кезде, бұл сөздерді айтқан кезде бізге бұл әріптердің дыбыстардың алдында деген әріптер естіледі. Мысалы, риза. Риза деген кезде деген әріп естіледі ең бірінші, бірақ ол жазылған кезде жазылмайды деген. Лебіздерін деген сөзде де ең бірінші деген әріп естіледі, бірақ ол жазылмайды екен балалар. Келесі 41-ші жаттығу, сөздерді көшіріп жаз. Лашын, лебіз,
лайық, лезде, лағыл, рең, рәсім, разы, рауғаш, раушан. Сөз басындағы р дыбыстарының айтылуына назар аудар дейді. Балалар, сөз басында р әріптері келетін болса, жаңа ғана ережеде айтқандай, олардың алдынан немесе деген әріптер естілгенімен жазылмайды. Енді осы сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал дейді. Балалар, біздің кітабымыздың ең соңғы жағында 124-ші бетте кітаптағы кейбір түсініксіз қиын сөздердің түсіндірме сөздігі жазылған. Сол жерден осы сөздердің мағынасын біліп алуларыңа болады, балалар. Енді осы сөздерді дәптерімізге көшіріп алайық. Тыныс белгілеріне қарап, жақсылап көшіріп аламыз. Көшіріп болғанша видеомызды тоқтатып қойсаңдар болады. Енді 42-ші жаттығуға назар аударайық. Мақалдарды оқып, көркем жаз. Бірінші мақал: еңбек түбі рақат. Екінші: жомарт қолға аспандағы лашын қонады дейді. Енді астындағы тапсырмаларға назар аударайық. Сөз басындағы р әріптерінің астын сыз, олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Балалар, бұл жерде р деген әріп сөздің басында да және сөздің ортасында да келген сөздер бар екен. Бізге р әріпінің тек қана сөздің басында келген түрі ғана керек. Яғни бұл жерде жомарт деген сөзде де, рақат деген сөзде де р деген әріптер бар екен. Бізге тек сөздің басында ғана р әріпі келген әріпті табуымыз керек. Демек, бұл жерде рақат, бізге керекті сөз осы екен. Сөздің басында р әріпі келіп тұр екен. Енді л әріпі сөздің басында болған сөзді табамыз. Кәне, лашын, лашын сөзі сөздің басында келіп тұр екен. Бұл жердегі сөздердің жазылуы мен айтылуының айырмашылығы сөздің басында р, л әріптері болғанымен, л және р әріптерінен басталатын сөздерді айтқан кезде және әріптерін естігенмен жазған кезде олар жазылмайды екен. Демек, біз бұл жерде рақат деген кезде ең бірінші деген әріпті естиміз. Бірақ та біз оны жазбайды екенбіз. Бірден р деген әріптен бастап жазады екенбіз. Міне, лашын деген сөзде де дәл сондай. Айтқан кезде деген әріп естіледі, лашын деп. Бірақ та жазған кезде л-дан бастап жазылады екен, ны жазбайды екенбіз. Енді 43-ші жаттығу: сурет бойынша әңгіме құрастыр дейді. Балалар, біз суреттен кімдерді көріп тұрмыз және олар не істеп жатыр? Біз бұл жерде атасын көріп отырмыз. Атасы күй тартып отыр, немесе ән айтып отыр, домбырамен. Қасында кішкентай немересі отыр екен, қонжық ойыншықпен ойнап отыр екен. Одан кейін арғы асхана бөлмесінде анасы тамақ пісіріп жатыр. Және де әжесі тоқыма тоқып отыр екен. Әкесі мен баласы шахмат ойнап отыр екен. Демек, бұлардың барлығы да өздеріне ұнайтын сүйікті істермен айналысып отыр екен. Енді осы суретке қарап сөйлем құраймыз, балалар. Бүгін жексенбі, демек барлығымыз демаламыз, үйде боламыз. Жексенбі күн біз үшін үлкен мереке. Себебі әр жексенбі сайын өзімізге ұнайтын іспен шұғылданамыз. Мысалы, атам бізге домбырамен күй тартып береді. Әжем өзінің сүйікті ісі тоқымамен шұғылданады. Ал әкем екеуміз әр жексенбі сайын бірге шахмат ойнаймыз. Көбінесе ойында әкем ұтып шығады. Солай ойынның қызығына батып отқанда анамның да тәп-тәтті тағамдары піседі. Содан соң барлығымыз дастарханға жиналып, мәре-сәре боламыз. Балалар, сендер де өз ойларыңмен суретке қарап, кереметтей әңгіме құрастырыңдар, балалар. Енді 29-ші сабақта сендерді асыға күтетін боламын. Олай болса, 29-ші сабақта кездескенше сау болыңдар. Арнаға тіркелмеген болсаңдар тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңдар.